Сәлем достар, сіздермен бірге жан-жақты арнасы. Біз бүгін сіздермен күндізгі ұйқышылдықты жеңудің 3 қарапайым әдісі туралы айтатын боламыз. Ал кеттік. Кейде күні бойы сергек жүру өте қиын. Көбіне түстен кейін ұйқы қысады. Амал не? Көпшілік жұмыста сиеста түстен кейін 20 минут ұйықтап алуға мүмкіндік жоқ. Сондықтан ұйқышылдықпен күресуге және кешке дейін сергек жүруге көмектесетін бірнеше кеңес ұсынамыз. Ең алдымен теңдестірілген түскі ас ішіңіз. Егер түскі асты жылдам көмірсуларды, фастфуд немесе тәттілер көп жесеңіз, қанда қант деңгейі күрт өзгереді. Ал бұл энергияның жоғалуына және түстен кейін ұйқыңыздың келуіне әкеледі. Сондықтан күндізгі рационыңызды неден тұратынына аса мән беру керек. Алақанмен бірдей болатын ақуыз, ет, балық, жұмыртқа және тағы басқа үлесін, сондай мөлшердегі күрделі көмірсулар, яғни макарон, тұтас дәнді нан, үрме бұршақ, жасымық және тағы басқа үлесін және түрлі түсті жемістер мен көкөністердің 2 үлесін жеуге тырысу керек. Сондай-ақ аздап пайдалы майларды қосуға болады. Авокадо, зәйтүн майы, жаңғақтар және тағы басқа. Мұндай түскі ас тойымды және кешке дейін сергек жүруге көмектеседі. Содан соң барып жаттығу жасаңыз. Күндізгі физикалық белсенділік ұйқышылдықты жылдам кетіруге көмектеседі. Оның бірнеше себебі бар. Біріншіден, сіз жаттыққан кезде дене бұлшықеттері көбірек митохондрия бөледі. Олар өз кезегінде глюкозаны АТФ-ке айналдырады. Ал ол энергия мөлшерін арттыратын ағзаның отын көзі. Екіншіден, физикалық жаттығулар қандағы оттек айналымын жақсартады. Ол өзімізді сергек және бақытты сезінуге көмектесетін гормондар бөліп шығуына ықпал етеді. Бастысы физикалық жаттығуларды шаршағанша істемеу керек. Жылдам жүріспен серуендеп келуге немесе 15 минут жаттығу жасауға болады. Өзіңізге ұнайтын жүктеме болса, көп күттірмей эндорфиндер бөлінеді. Содан соң барып босаңсу техникасын меңгеріңіз. Созылмалы күйзеліс біздің энергиямызды алады және күндізгі ұйқышылдықтың себебі болуы мүмкін. Сондықтан сергек болып қалу үшін босаңсу техникаларын меңгеріп алған өте дұрыс. Ол тыныс алу тәжірибесі, медитация, ароматерапия болуы мүмкін. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.